Кейін ішінен түскен жаңағы Мақсатты көрді. Іштей, бұл әкімнің баласы неге қайта кеп тұр деп ойлады. Мақсаттың қолында гүлі бар. Аялдамадағы қызды көріп Мариямға келді. Қолындағы гүлді ұсынып, ренжіме, мен сенің қандай гүлді ұнататыныңды білмеймін. Сондықтан мына ақ розаларды алуға тура келді. Бірақ алдағы уақытта саған ұнайтын гүлді ғана әперемін деп уәде берді. Мариям гүлінес алдағы уақытта деп нені айтқысы келді деп ойланып қалды. Қыздың ойын түсінген Мақсат бір мырс етіп күлді де, қарасаңшы, мен саған қамқорлық жасап тұрмын. Бұл нені білдіретінін өзің де түсініп тұрсың ғой. Оны қойшы, бүгінгі келеңсіздікті ұмыту үшін керемет ауа райында қалада қыдырып қайтайық деді. Мариям жігіттің өзіне ғашық болғанын білгенде керемет сезімде болды. Бірақ мұны білдірмей іштей ғана қуанды. Алдында тұрған жігіт оны қаланың кез келген жеріне апарып қыдырта алады. Мариям өзінің шаршап тұрғанын тіптен ұмытып та кетті. Бірақ өзінің үстіндегі ескі джинсы мен футболкасы есіне түскен кезде жігітпен бірге қыдырудан айнып қалды. Мен бүгін қыдыра алмаймын. Бүгін жұмыс өте ауыр болды. Менің демалуым керек, деді. Мақсат қайтпады. Бүгін болмаса, ертең кездесейік, деді. Мариямның келіспеске амалы да қалмады. Ертеңгі күні жастар жоспарлағандай жолықты. Бұл екеуі көрген бетте бір-біріне ғашық болғанын жақын араласқан сайын түсіне бастады. Мақсат экономикалық факультетте оқитын. Өзінің жаз мезгілінде бар уақытын Мариямға арнады. Ғашықтар күнара кездесіп жүрді. Кейін Мақсат Мариямды алып шет асып қыдырғысы келген, алайда қыздың шетелге шығатын құжаты жоқ екен. Сол жылдың жазында Мақсат Мариямды достарымен таныстырып, барлығы бірге Көкшетауға кетті. Демалыс күндері өте керемет өтті. Мариям өмірінде бұндай алаңсыз болып ешқашан демалған емес. Сол алаңсыз күндер-ай. Бақытты сәттер. Жаз өткен соң ғашықтар өзара үйлену мәселесін талқылай бастады. Тек күз мезгілінде бұл болашаққа құрылған керемет жоспар бұзылды. Мақсатты Марияммен көшеде тұрған көрген қарындасы отбасына Мариям жайлы айтып берді. Мариямды Мақсаттың қарындасы көшеден көргеннен бері оның өмірі тозаққа айналды. Өйткені Мариямды кедей, біздің отбасыға тең емес деп санаған Мақсаттың отбасы қарсы болып шу шығара бастады. Отбасындағы Мақсаттың анасы, қарындасы, тіптен әжесі де Мариям мен Мақсаттың кездескеніне қарсы болды. Тіпті кейін Мақсаттың Мариямға ғашық екенін білген соң қызды қорқытуға көшті. Күнде қыздың телефонына шалып, Мақсатқа енді жолама деп айтатын. Осы күндердің бірінде Мақсаттың қарындасы Мариям жұмыс жасайтын кафеге келіп, онымен бетпе-бет кезікті. Қарындасының келген беттегі басты мақсаты Мариямды қорлау болатын. Ол даяшы қыздың бетіне сүтті коктейлді шашып тастайды. Осы оқиғадан соң Мариям үйіне қайтқанда, үйінің алдында отыратын көрші тәтелерінен жағымсыз жаңалық естіді. Бүгін түскі уақытта бір топ адам Мариямды іздеген екен. Ал Мариямның көршісі болса, бұл адамдардың өзіне ұсыныс жасағанын жеткізді. Егерде біз сенің наркоман, жеңіл жүрісті әйел екеніңді дәлелдейтін болсақ, онда біз саған ақша береміз, деді. Басында болып жатқан бұл жағдайлар жайлы Мариям Мақсатқа мүлдем айтпады. Бұл уақытта жігіттің өз басындағы мәселелер де жетіп артылатын. Бір жағынан Мақсаттың оқуда қиыншылықтары болды. Екінші жағынан оның үйдегі апалары жігіттің миын жеп, Мариямды таста деп күнде ұрыс шығаратын. Мариям оның өзіне қарағанынан қызға деген сезімі
таусылып, ішіне ызаға толы сезім пайда болғанын байқайтын. Мақсат шетелге оқуға кететін болды. Жігіттің оқуға кететіне 2 апта алғанда, Мәриямның үй телефонына қоңырау келіп түсті. Тұтқаны ұстағанда арғы жағындағы адам дауыстап сөйледі. Мен Нұрмағамбет Боранбаев, Мақсаттың әкесі боламын. Сен қыз, менің ұлымды таста. Ол шетелге оқуға кеткенше Мақсатқа барып, өзіңнің басқа сүйген адамың барын айт. Егер менің айтқандарымды жасамасаң, өміріңнің соңына дейін өкіндіретін етіп жіберемін. Тұтқа қойылды. Мәриямда үн жоқ. Мәриям Мақсат үшін жанын беруге дайын еді. Енді міне, тағдыр оны сүйгенінен мәжбүрлі түрде айырылысуға әкеліп отыр. Мәриям Нұрмағамбет Боранбаевтың айтқандарын жасамады. Кейін Мақсат Лондонға оқуға кетті. Ғашығымен қоштасып, жалғыз қалған Мәриямның өмірінде қиындықтар басталды. Алдымен тағам асханасының бастығы Сайлаубек Мәриямды ұрлық үшін айыптап, полицияға арыз берді. Бірнеше күннен кейін тез арада сот басталып кетті. Мәриям осы кезде бір шикіліктің бар екенін сезген еді. Өзінің ешқандай да қылмыс жасамағанына сенімді болса да, қандай да бір әділетсіздіктің болып жатқанын түсінді. Сот нағыз спектакль болды. Соттың Мәриямға берген адвокаты қыз пайдасы үшін түк бітірмеді. Ал қарсы жақтың прокуроры Мәриямды жерден алып жерге салды. Мәриямның бар үміті Лондонда жүрген Мақсатта еді. Сүйгені үшін шетелден келіп, мені құтқарады деп сенді. Алайда Мақсат шетелден жуық уақытта келмейтін болды. Ақырында Мәриям 3 жылға сотталды. Байғұс қыз түрмеге түскенде өзінің аяғы ауыр екенін білді. Мәриям сол бір шақтардағы қиын сәттерді есіне алды да келесі бетті ашты. Көк көзді сөп секімді баланың суреті шыға келді. Мәриямның түрмеде туылған баласы. 1,5 жылдан соң Мәриямның балалы болғанына байланысты түрмеден ерте шыққан болатын. Бірақ ананың алдында ендігі нағыз қиын шақтар күтіп тұрған болатын. Мәриямның баласын жалғыздықта қалай қиналып өсіргенін бір Құдайдан басқа ешкім білмейтін. Түрмеден жаңа ғана шыққан Мәриямды жұмысқа алатын адамдар да әрең табылатын. Түрмеден шыққан, оған қоса жаңа туылған баласы бар дегендер жұмысқа тұруына кедергі болатын. Бағына орай Мәриямға бұрынғы көршілері жақсы көмектесті. Оған жұмыс тауып берді. Бір баласын асырап бағу үшін Мәриям күндіз-түні қызметте жүретін. Апта жұмыс күндері мейрамханалардың еденін жуса, демалыста ыдыс-аяқ жуып, клиенттердің үйін жинайтын. Кейде тіпті 2 ауысымда жүріп те қызмет қылды. Түрмеге Мәриям түскенде біздің кейіпкерден бұрынғы таныстарының барлығы теріс айналған болатын. Шыққан сонда Мәриям олармен тіс жарып сөйлесе де қоймады. Осы күндері Мәриям баяғыда құрбы болған бір қызды көріп қалып, құрбысымен аз-маз сөйлесті. Қыздың айтуынша, Нұрмағамбет Боранбаев жоғары лауазымға көтеріліп, отбасымен бірге басқа қалаға көшіп кетіпті. Тағам асханасының бастығы Сайлаубек те көтеріліп кеткен. Одан да сорақысы, Мақсат өткен жылы қаланың ең сұлуына үйленген екен. Бұл хабар Мәриямға ауыр тиді. Сол күні түні бойы жылап, көз жасын көл қылды. Таңертең тұра сала бойын түктеп, қайткенде де осы баланы өсіремін, ол менің болашаққа деген үмітім деп, мейрамханалардың еденін жууға кетті. Мәриям альбомын ашып қарап отырғанда терезеден таң шапақ атты. Жаңа ғана үйіне келіп, альбомын қолына алып қарап отырған еді, енді міне түн лезде өтіпті. Мәриям диванға жатып сәл де болса да ұйықтап алуға тырысты. Бірақ көзін қанша жұмып жатса да ұйқы келмеді. Баласының істеген ісі ойынан кетпеді. Соншама жыл өсірген Ильясы осындай іске барғаны Мәриямға ауыр тиді. Ильяс бала болғанда Мәриям оны ешкімнен кем қылмай өсірді. Балам ренжімесін деп қалаған ойыншығын алып беретін. Ильяс ренжімесін деп қалаған тәттісін де алып келетін. Өсе келе Ильяс та анасынан еш қымсынбайтын болды. Не алғысы келсе де ашық айтып жүретін.
Ильясқа жаңа заманауи телефон қажет болса, Мәриям еш қиындықсыз келісе салатын. Ильяс мамасының осындай әрекетіне әбден үйреніп алды. Мамам әрекетсе тағы да бірнеше еден жуар, әйтеуір алып береді ғой деп ойлайтын. Міне осылай баланың бетінен қақпай өсірген соң, бала анасының еңбегінің қадірін білмей өсті. Бұл тұрғыда Мәриям өзін кінәлайды. Ильясты шектен тыс ерке қылып алды. Бар өмірін осы баласына арнап, еш емделместен, қиналып өмір сүрсе де, баласының осындай ақылсыз, таяз ойлайтын болып өскені Мәриямды қынжылтады. Мәриям альбомды жапқан соң, қабырғада ілулі тұрған Ильястың картинасына қарады. Құлыным, мен сенің дегеніңді 25 жыл бойы орындап келдім. Бұл жолы мен өз дегенімді жасаймын. Мәриям орнынан тұрып, қорабын ашты. Ішінде жиған терген ақшасы болатын. Оған қоса банк картасында жұмысының айлығы болатын. Мәриям ойша есептеп, салон мен макияжға жететінін білді. Кешкі уақытқа қарай Мәриям сән салтанаты келіскен әйел болып, неке залына келді. Расында да Мәриям өзі қатарлас әйелдерден әдемірек көрінді. Боянғаның арқасында тіпті 10 жасқа жасарып кетті. Залға кіре берген кезде қонақтардың назары Мәриямға түсті. Ешқандай жаман әсерсіз барлығы Мәриямға тамсанды. Арғарай некелесу сәті басталды. Ортаға келген келіні Бибігүл мен баласы Ильясты көргенде Мәриямның көзінен жас ақты. Ұлының таңертеңгі жасаған әрекетіне қарамастан, Мәриям осы сәтте шынайы көңіл күймен шапалақ соқты. Осы сәтте ананың қуанышында шек болмады. Неке қиылды. Ильяс басында ашу білдірмегенмен, кейін көптің арасында жүрген анасына сахнадан түсіп келіп жетті. Менің өтінішім сен үшін дым емес екен ғой. Мама, келдің, көрдің, ал енді мейрамханаға бармайтын шығарсың, деді Ильяс. Уайымдама, барғалы тұрғаным жоқ, деп жауап берді анасы. Сол сәтте баласы мен анасына келіні Бибігүл келді. Бірден енесімен амандасқан Бибігүл, сіз бүгін өте керемет боп көрініп тұрсыз. Шын айтам, өте әдемісіз. Айтпақшы, менің ата-анам сізбен бірге мейрамханаға бірге барып, танысып, сөйлескісі келеді, деді. Мәриям тұнжыраған түрімен төмен қарап, қызым, сен ренжіме, мен мейрамханаға бара алмаймын, деді. Бибігүл түсінбеген түрімен Ильясқа қарап, жаным, бұл қалай? Анаң мейрамханаға бармайды ма, деп сұрады. Ильяс сол бір сәтте өзгере салып, мама, жалғыз ұлың үйленіп жатқан кезде мейрамханаға бармаймын дегенің қалай болды? Мейрамханаға бізбен бірге барасың, деді. Мәриямның жүзі жайнап кетті. Той басталды, ет әкелді, би биленді. Енді міне тілек айту сәті Мәриямға келіп жетті. Балаларым, ең бастысы бақытты болыңдар. Бақыттың кілті бір-біріңді шексіз сүюде, деп сөзін бекітті. Бұл жүрек жарды тілегі залда отырған барша қонақтың жүрегіне тиіп, елжіретті. Той арасында жүріп, Мәриям қымбат костюм киген ірі денелі адамға соқтығысып қалды. Екі адам бір-бірінің бетіне қарап еді. Мәриям оны танығандай болды. Бұл мүмкін емес. Құдайым-ау, олай болмайды, деп айтып қалды Мәриям. Бұл адам Мақсат болатын. Ол да Мәриямды танып, Марикош, сен бұнда не істеп жүрсің, деді. Үйленіп жатқан бала менің балам дегенде қуанып, құттықтаймын. Сенің балаң нағыз сері жігіт болып өсіпті. Мен сенің келініңнің әкесінің жақын досы боламын, деді. Мақсат Мәриямды оңаша сөйлесуге шақырды. Жан-жағына алаңдаған Мәриям, сенің әйелің бар ма, деді. Қайдағы әйел? Ажырасқаныма тіпті 10 жыл болды. Арамызда бала да жоқ, деді. Ескі таныстар 1 сағат көлемінде шер тарқасып, керемет сөйлесті. Мақсат өзінің шетелде оқып жүргенде, өзіне әкесінің келіп, Мәриям басқа жігітке кетіп қалғанын айтты. Кейін бұған көз жеткізгісі келген Мақсат өзінің досын Мәриям жұмыс жасаған кафеге жіберіпті. Ол жердегілер Мәриям жайлы сұраған кезде, ол қыз баяғыда басқа жігітпен кетіп қалды деген екен.
Ол кезде Сайлаубек пен Мақсаттың әкесі өзара келісіп қойған болатын. Бұл сөзге Мақсат та сене кетті. Сол кезде сенің бұл сатқындығыңа мен қатты қиналдым. Кейін мен өзімнің оқуымды 1 жылға тағы да создырдым. Сөйтіп, әкемнің басқа қалаға көшкенін естігенімде, қалаға келіп өз отбасымды құрдым. Бірақ шынымды айтайын, мен сенімен ғана уақыт өткізгенде шынайы бақытқа кенелдім. Ал сен ше, Мәриям, саған не болды? Мәриямның Мақсатқа айтары көп еді. Ал Мәриям тойдың керемет сәтін бұзбасы үшін кейін бәрін айтып берем деді де Мақсатпен ортаға биге шықты. Мәриям мен Мақсаттың бұл жұптасқан биін залдағы қонақтардың барлығы сүйсіне қарады. Кейбір отбасылар қызғана да, қызыға да қарады. Ілияс анасын сырттай бақылай отырып, оның сұлулығына тамсанды. Осы сәтте ерке бала өмірінде бірінші рет анасының алдында ұятты екенін түсінді. Би біткенде Мәриям Мақсатпен бірге тойханадан шығып бара жатты. Ілияс анасын қуып жетіп, «Мама, қайда барасың?» деп сұрады. Мәриям өзің қалағанындай кетіп бара жатырмын деді. Бала Мәриямға қарап қиылып, «Мама, мен сені ренжіттім, кешірші мені» деді. Кейін костюмды Мақсатқа көз түсті. «Мама, мына көке кім?» деді. Сол кезде Мәриям, «Бұл сенің әкең. Мақсат, Ілияс сенің ұлың» деп күтпеген жерден таныстырып жіберді. Әкелі баланың екі көзі Мәриямда еді. Мәриям, «Мен сендерге әлі айтарым көп» деп жымиды.